Я очень счастлив учиться в этой школе будущего келешек мектебінде. Енді бүгінгі кезде біздің 8 оқушымыз Макао деген жерге жолға жүріп бара жатыр қазір. Біз өте қуаныштымыз. Ол балалардың барлығы қарапайым отбасынан. Біз осы Шымкенттің атынан Қытайға жарысқа барамыз. Біз Түркістан облысына 30-ші жалпы білім беретін мектептен оқушылар боламыз. Қытай мемлекетіне Макао қаласына ұшып бара жатырмыз. Дегенмен жарыстың аты жарыс, сайыстың аты сайыс. Дегендей бірінші орынны өзімізге алу. Инженерлік мектеп жобасы аясында робоквантум зертханасының 3 бүлдіршін оқушыларымыз алдағы уақытта First Championship жарысына дайындалып жатыр. Сондай заманауи инфрақұрылыммен қамтылған және оқушы үшін жан-жақты жағдай жасалып, ең бастысы оқушының қауіпсіздігі ескерілген мектеп үшін еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлына алғыс білдіргім келеді.